Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге айым. Бүгін біз сәбіз қосылған торт дайындаймыз. Егер де сіздердің балаларыңыз сәбіз жемесе, бұл тортты санаулы минуттарда тауысып қоятынына сенімдімін. Ал кәне бастайық. 3 жұмыртқамызға қант ұнтағын немесе қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Аппақ көпіршік болғанға дейін миксерлеу қажет болады. Енді оның үстіне қопсытқышымызды салып, електен өткізіп, араластырамыз. Оның үстіне 2 сәбізімізді үккіштен өткізіп, осы массамызға қосып жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұл торт көптеген ингредиенттерді қажет етпейді. Тез арада дайындалады. Формамызды жақсылап майлап, массамызды осында құйып, духовкамызға 30 минутқа 180 градуста қоямыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін крем-чизімізді алып, үстіне қант ұнтағын және 33% клейгейімізді құйып, миксерлейміз. Бұл тортқа қаймақты крем де жарай береді. Міне біздің бисквит дайын болды. Енді оны формадан алып, 3-ке бөлеміз де суытамыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Соңында тортты өзіміздің қалауымызша сәндейміз. Осындай тортты сіздер мерекелік дастарханға қойсаңыздар, сөзсіз бұл торт дастарханның сәні мен өте дәмді болатынына сенімдімін. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте сәнді және дәмді. Міндетті түрде 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойыңыздар. Егер де менің рецептерім ұнаса, міндетті түрде жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.